Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Әңгімені тыңдамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра отырыңыздар. Мен клиникада кезекте тұрдым. Қолымда 37-ші номерлі талон бар еді. Сол сәтте түсіндім. Жүктілігімді үзбекші болған дәрігер 3 ай бұрын түнді бірге өткізген сол ер адам екен. Ол тіркеу бөлімінің әйнек қалқасынан маған қарады. Көзінде айыптау да, таңданыс та жоқ, тек тыныштық қана бар. Ол осы кездесуді баяғыдан күткендей секілді. Ал сол қазан айындағы империя клубының түні. Мен ол кезде бұл кір шалынған жидедегі жартылай ессіз еркектің баламның әкесі боларын білген жоқпын. Бір ғана нәрсені білдім. Күйеуім біздің сұлулық салонымыздың корпоративінде 20 жастағы қызды сүйіп тұрған. Жасырмай, ұялмай қызметкерлердің көзінше. 8 жылдық некеміз бір сәтте құлады. 8 жыл бойы бірге бизнес құрып, бір төсекте жатып, бала жоспарлаған едік. Бірақ ол болмай қалды. Жандос әрдайым уақытымыз бар, Гүлназ, асықпа дейтін. Сөйтсек, ол асыққан жас визажист стажердің құшағында. Мен клубтан пальтомды алмай жүгіріп шықтым. Желтоқсанның суық ауасы бетіме шапалақтай тиді. Қызметтік кіреберістің жанында шамамен 35 жастағы ер адам жатты. Бүкіл түрі қираған, мас, ерні жарылған. Клуб күзетшілері жанында тұрды. Құжаты бар, тірі, жатсын деді біреуі. Қақпадан шығарып тастау керек, әуреленудің қажеті жоқ деді екіншісі. Ол сәтте маған не болғанын әлі түсінбеймін. Мүмкін оның жүзінен өзім сезінген жараны көрген шығармын. Мүмкін Жандосқа дәл сондай ауырсыну сыйлағым келген шығар. Бұл менің танысым, дедім күзетшілерге. Мен оны алып кетемін. Ол әрең тұрғаны мен қолымнан ұстаған кезде маған таң қаларлықтай анық көзқараспен қарады. Рахмет, деді қарлығып. Үндемеңіз, жай ғана жүріңіз, дедім мен. Біз такси ұстадық. Ол көше атауын айтты. Ескі үйлері бар тыныш жер. Жол бойы үнсіз терезеге сүйеніп отырды. Ал мен өзім орны толмас қадам жасап жатқанымды ойладым. Бірақ дәл сол сәтте Жандос клуб ішінде мені іздеп жүрген болуы мүмкін деген ой алға жетеледі. Оның пәтері бойдаққа тән емес, таза еді. Медицина кітаптары, ұқыпты ас үй, төсекте таза төсек жайма. Ол кешірім сұрап душқа кірді. Мен бейтаныс қонақ бөлмеде тұрып, неге келгенімді түсінбедім. Ол үй киімінде, шашы суланып шыққанда мүлде басқа адамды көрдім. Шаршаған, бірақ сымбатты. Атым Дамир, деді ол. Неге көмектескеніңізді түсінбеймін. Мен жауап бермедім. Оның орнына барып сүйіп алдым. Ол қарсы болмады. Бірақ өзі де бастама көтерген жоқ. Жай ғана мен қалағанымды істеуге рұқсат етті. Біз екеуміз махаббатпен баяу, сақ қимылдастық. Бұл бақыт іздеу емес, жараны ұмытудың жолы еді. Таңертең мені кофе иісі оятты. Дамир ас үйде тұр екен. Үстіне киініп алған, телефонына үңіліп отыр. Үстелдің үстінде 2 шынаяқ пен бутербродтар тұрды. Қайырлы таң, деді ол көзін алмай. Сіздің атыңызды білмеймін ғой. Мені ұят кернеді. Не істедім мен? Өз көзіммен күйеуімді қызбен ұстап алған соң бірінші кездескен еркекпен опасыздық жасадым. Бұл ақымақтық қой, балабақша сияқты, дедім мен заттарымды ала салып. Менің атым Гүлназ, маған кету керек. Тұра тұр, ол мені тоқтатпақ болды. Мүмкін
не болғанын айтасың ба? Кеше бәрі қалыпты көрінген еді ғой. Мен аяқ киімімді киіп үлгеріп, кешіріңіз, бұл қателік болды дедім. Оның жауабын күтпестен далаға жүгіріп шықтым. Үйге келгенде Жандос ас үйде шай ішіп отырды. Бәрі әдеттегідей сияқты. Мені көргенде күліп қойды. Әне менің қашқын келіншегім келді деді ол. Корпоративтен қорқып кеттің бе? Айтсаң, мен сені шығарып салар едім. Мен 8 жыл бірге тұрған адамға қарап тұрдым. Ол қалайша маған осылай тыныш сөйлей алады. Ал бірнеше сағат бұрын басқа елді сүйген болса. Жандос деп едім, ол менің сөзімді бөлді. Мүмкін енді бала сүйетін уақыт келген шығар. Сен де қалап жүрсің ғой. Салон тұрақты табыс әкеліп тұр. Шамамыз жетеді. Ол соншалықты табиғи сөйлегендіктен мен бір сәтте күмәндандым. Мүмкін мен қателескен шығармын. Мүмкін көргенім шын емес шығар. Сен не ойлайсың деді Жандос маған жақындап. Гүлназ, сен біртүрлісің, бәрі дұрыс па? Ол мені құшақтады. Таныс иіссуды сездім. Бірақ оған бөтен тәтті, нәзік иіссу араласқан. Бұл менің иісім емес еді. Кеше түнде қайда болдың дедім мен. Сен іздедім, деді ол көзін тайдырмай. Сосын үйге қайттым. Сен мұндасың деп ойладым. Ал сен қайда болдың? Жалған, ең арсыз қатыгездік жалғандық. Ол тіпті оны шындыққа ұқсатып айтуға тырысқан да жоқ. Келесі 3 апта бір түрлі ойынмен өтті. Жандос өзін мінсіз күйеу етіп көрсетті. Гүл сыйлады, кешкі асқа шақырды, болашағымыз туралы айтты. Ал мен сенгендей кейіп танытып, Дамирмен болған түнді ұмытуға тырыстым. Бірақ ұмытылмады. Себебі мен бейтанысқа ғашық болған жоқпын. Жоқ, бұл әлсіздіктің бір сәтті ғана еді. Бірақ енді мені Жандоспен бөліп тұрған құпия күннен күнге ауырлай берді. Мен қалыпты өмірге оралуға тырыстым. Салонында жұмыс істедім, құрбылармен кездестім. Жандоспен киноға бардым. Бірақ ішімде мазасыздық өсті. Қия жардың шетінде тұрғандай. Ерте ме кеш пе құлайтынымды білдім. Сол құлаған күнім таңертең жүрегім айнып оянған сәт еді. Және кешіккенімді түсіндім. 10-шы күн. Тесті қала шетіндегі дәріханадан алдым. Біреуі танып қойып, Жандосқа жеткізеді деп қорықтым. 2 сызық бірден анық пайда болды. Жабық унитазға отырып, сол сызықтарға қадалдым. Бала, бірақ кімнен? Жандоспен де, Дамирмен де 1 апта ішінде бірге болғанбыз. Екеуі де әке бола алатын, бірақ мерзім бойынша. Сол бейтанысқа көбірек сәйкес келді. Тесті сөмкеме жасырып, ас үйге шықтым. Жандос таңғасын ішіп, телефонына үңіліп отыр екен. Қалың қалай күн шуақ, деді ол экраннан басын алмай. Жақсы дедім мен. Бұл біздің жаңа өмірімізде айтқан алғашқы жалғаным болды. 2 апта бойы мен бұл құпияны сағат тетігі бар бомбадай көтеріп жүрдім. Әр таң сайын бүгін Жандосқа айтамын деп ояндым. Әр кеш сайын ештеңе айтпай ұйықтадым. Баланың әкесі күйеуім деп өзімді сендіргім келді. Күндерді санадым, жүктілік туралы мақалаларды қайта-қайта оқыдым. Өзімнің дұрыс екенімді дәлелдейтін бірдеңе іздедім. Егер Жандос қылығын доғарса, біз қайтадан отбасы болсақ, бәлкім бәрі түзелер. Сол түнді ұмытып, болмағандай өмір сүре алармын. Бірақ Жандос тоқтаған жоқ. Ол тек сақ болды, бірақ өтірігі көбейді. Жұмыстан кешікті. Телефонмен басқа бөлмеде сөйлесті.
кешкі ас үстінде экранды төмен қаратып қоятын. Мен бұның бәрін көрдім. Өзгерген ештеңе жоқ екенін түсіндім. Ол тек жақсырақ жасыруды үйренді. Ал жүрек айнымасы күшейе түсті. Таңертең әрең жуынатын бөлмеге жететінмін. Жандос суықтап қалған жоқсың ба деп сұрайтын. Мен басымды изеп құсып жататынмын да өмірімнің күлкілі күйге түскенін ойланатынмын. Сәрсенбі кешінде шыдамым таусылды. Жандос футбол қарап отырды. Мен ноутбукте салонның есептерін қарап отырғандай түр жасадым. Ал шын мәнінде жүктілер форумын оқып, ДНК тестін қашан жасатуға болатынын іздеп отырдым. Жандостың телефоны диванда қасымызда жатты. Жарты сағат бойы хабарламалар келе берді. Бірақ ол матчқа қатты беріліп кеткендіктен мән бермеді. Экранда көрінген алғашқы жолдарды оқып қойдым. Жандосым, сағындым, қашан кездесеміз? Көтере алмаймын. Әйеліңмен сөйлесеміз деп уәде берген едің. Әйеліңмен сөйлесемін, демек бұл жай ғана көңіл көтеру емес. Ол шынымен кеткісі келеді. Мені тастап 20 жастағы қыз үшін. Мен жатын бөлмеге кірдім. Қолым дірілдеп, құжаттарымды аштым. Гинекологиялық клиниканың номерін табуым керек еді. Тіркелуім керек дереу. Егер Жандос кетсе, мен жалғыз жеңе алмаймын. Әкесі күмәнді балаға жалғыз. 28 жасымда жаңа өмірді бастауға шамам жетпейді. Дірілдеген саусақтарымен телефон соқтым. Қалалық гинекологиялық аурухана, деді салқын әйел дауысы. Маған жазылу керек. Мен тоқтап қалдым. Айта алмадым. Абортқа ма деп нақтылады ол. Иә, мерзімі 6 аптадай. Ертең таңғы 9-ға немесе бүрісі күні сағат 11-ге жазыла аласыз. Ертең, дедім асығыс, ойымды өзгертпей тұрғандай. Сағат 9-ға. Клиника хлор иісі мен тыныштыққа бөленген еді. Кезекте түрлі әйелдер отырды. Жас та, орта жастағылар да. Кейбірі еріп келгендер мен кейбірі жалғыз. Ешкім сөйлеспеді. 37 номерді 9:30-да атады. Аяғым әлсіреп, әрең тұрдым да медбикенің соңынан жүрдім. Ол есік ашып, Берікұлы, дәрігерге кіріңіз деді. Үстелде Дамир отыр екен. Ақ халатта, шашы ұқыпты, көзі мұқият. Ол ауру тарихынан басын көтеріп, менді көргенде бір сәтте қатты таң қалды. Гүлназ, деді ол баяу. Мен қимылдай алмадым. Қаладағы 100 дәрігерлердің ішінен дәл сол менің жүктілігімді тоқтатпақ болған адам. Жүктілік бәлкім одан қалған. Отырыңыз, деді Дамир, қасындағы орындықты нұсқап. Мен сөмкемді қатты қысып отырдым. Кабинетте үнсіздік орнады. Тек сағаттың тықылы мен сырттағы алыс дыбыс қана естіліп тұрды. Шешіміңізге сенімдісіз бе, деді ол менің картамды ақтарып отырып. Иә, дедім мен, бірақ даусым дірілдеді. Дамир картаны қойып, маған тік қарады. Көзінде айыптау да, таңырқау да жоқ еді. Тек мұң ғана. Сізге бір әңгіме айтып берейін, деді ол. Мен үнсіз тыңдадым. Сол қазан айындағы түн. Біз алғаш кездескенде мен әкемді жерледім. Ол жарты жыл бойы қатерлі ісіктен қиналды. Еске алуын Империя клубында өткіздім. Себебі әкем би билеуді жақсы көретін. Сол оның сүйікті орны еді. Сол түні бірінші рет мас болдым. Әкемнің жоқ екенін қабылдай алмадым. Ол терезеге қарап, аз үнсіз қалды да жалғастырды. Қауіпсіздік қызметкерлері мені далаға лақтырып жіберді. Лас жерде жатып қалармын деп ойладым. Бірақ сіз келдіңіз. Сол түні сіз мені құтқардыңыз. Тек суықтан емес, үмітсіздіктен де.
Ал қазір ше, дедім мен. Қазір не? Қазір мен біздің баламыз болуы мүмкін нәрестені өлтіруім керек. Біздің деген сөз екеуміздің арасына ілініп қалды. Екеуміз де оның мүмкін екенін түсіндік. Бұл біздің мәселеміз емес, дедім мен. Үйде жағдайым қиын. Мен жасай алмаймын. Жасай аласыз, деп кесті ол. Тек қорқасыз. Жүрегіме өксік тығылды. Ол дұрыс айтты. Мен жалғыз қалудан қорықтым. Қоғамның сөзіне қорықтым. Жауапкершіліктен қорықтым. Күйеуім мені алдап жүр, дедім мен кенеттен. Ол басқаға кетпекші. Сондықтан баланы өлтіргіңіз келе ме, деді Дамир сабырлы дауыспен. Олай айтпаңыз, дедім мен жылап. Тағы қалай айтайын? Ол үстелден тұрды. Гүлназ, егер шынымен осыны қаласаңыз, мен қарсы болмаймын. Бірақ өзіңізге жауап беріңіз. Сіз бала қаламайсыз ба, әлде қиындықтан қорқасыз ба? Мен үнсіз жылап отырдым. Әлі ойлануға уақытыңыз бар, деді Дамир. Ертеңге дейін шешіміңіз өзгермесе келіңіз. Барлығы заң бойынша жасалады. Мен есікке беттедім, бірақ ол тоқтатты. Гүлназ, қандай шешім қабылдасаңыз да, сіз жалғыз емессіз. Мұны ұмытпаңыз. Мен кабинеттен жүгіріп шықтым. Сыртта ғана байқадым. Дамирдің үстелінде жолдаманы ұмытып кетіппін. Қалып қойды. Сұр қағазда кішкентай тіршіліктің бейнесі тұр еді. Кешкісін сол суретті кіреберістегі қоқыстан тауып алдым. Үйде Жандос болған жоқ. Ол тағы да жеткізушілермен жүр екен. Мен мұжылған қағазды түзеп, әлсіз ғана көрінген сұлбасына ұзақ қарадым. Жүрегім дүрсілдеді. 6 аптада балада жүрек соғады. Сол түні көз ілмедім. Жандостың қасында жатып, ішімді сипап, бірдеңе сезінгім келді. Уақыты әлі тым ерте еді. Бірақ кішкентай діріл бар сияқты көрінді. Таңға жуық шешім өзінен өзі туды. Мен аборт жасамаймын. Жандосты кешіргендіктен емес, ол түн ортасына дейін келмей, бөтен испен оралды да жеткізушілермен кездескенін айтты. Жоқ, мен түсіндім. Егер баланы қорқынышпен өлтірсем, өмір бойы өкінемін. Таңертең Жандос жұмысқа кетер алдында маңдайымнан сүйіп, сені сүйемін деп сыбырлап шығып кетті. Ол кеткен соң 2 чемодан жинап такси шақырдым. Салонға ашылған уақытта келдім. Қыздар чемодандарымды көріп таң қалды. Бірақ мен бірнеше күнге анама барамын дедім. Директордың бөлмесіне кіріп, үстелге кілттер мен құжаттарды қойдым. Мен бизнестен кетемін. Үлесімді Жандосқа бер. Қалай тиісті болса, солай рәсімде. Директор маған есінен танған адамдай қарады. Гүлназ, не болды саған? Қалай кетесің? Сіздерде бәрі жақсы ғой. Бізде ештеңе жақсы емес, дедім мен. Сен мұны жақсы білесің. Кеше ешқандай кездесу болған жоқ. Директор қызарып, көзін тайдырды. Демек, опасыздықты білген, бірақ үндемеген. Еркектік берік достық. Гүлназ, асықпа, күйеуіңмен сөйлес, шешіңдер. Біз бәрін шешіп қойдық, дедім чемодандарымды алып. Қыздарға қамқор бол, олар кінәлі емес. Мен ескі үйден бір бөлмелі пәтер жалдадым. Биік төбесі бар, үлкен терезелері бар. Алғашқы күндері үреймен өмір сүрдім. Жандос хабарласар, іздер, түсініктеме талап етер деп күттім. Бірақ ол үнсіз қалды. Апта өткен соң хабарлама келді. Гүлназ, сөйлесейік. Барлығын түсінемін. Сен шаршадың. Саған демалыс керек. Үйге қайт. Мен жауап берген жоқпын.
Тағы бір аптадан кейін ол есігімнің алдында тұрды. Қолында раушан гүлдері, жүзінде кінәлі кейіп, кіруге бола ма? Жоқ дедім есікті толық ашпай. Гүлназ, бұл не балалық? Оның даусы ашулы шықты. Неге осы театр? Сен ақыл тоқтатқан әйелсің ғой. Дәл сол үшін кеттім. Жарайды, ол ауыр күрсінді. Егер бұл әлгі қыз үшін болса, бұл ештеңе білдірмейді деп жалғастырды Жандос. Жай ғана Жандос дедім мен жүкті болдым. Ол үнсіз қалды. Қолындағы гүлді төмен түсірді. Қанша уақыт? 8 апта. Мен оның ойша есептеп тұрғанын көрдім. 8 апта қазан, корпоратив сол түн. Менен бе деді ол баяу. Білмеймін дедім ашық. Жандостың жүзі өзгерді. Қатал, ашулы болды. Білмеймін дегенің қалай? Кіммен жаттың, Гүлназ? Сенмен дедім сабырлы үнмен. Және сол түні сені әлгі қызбен сүйісіп тұрғаныңды көргеннен кейін кездескен адаммен. Жандос бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сонда сен маған кек қайтардың ба деді ол ақыры. Құттықтаймын, сәтті шықты. Бұл кек емес Жандос, бұл салдар. Енді не болады? Ол гүлді жерге тастады. Әкесіз баланы туа бермекшісің бе? Жанымда болатыннан баланы дүниеге әкелемін, дедім де есікті жаптым. Жандос 5 минуттай есікті ұрды да кетіп қалды. Мен дәліздің еденіне отырып жылап жібердім. Өзіме аяныштан емес, жеңілдік сезімінен. Ақыры бәрі айтылды. Дамир мені 1 айдан кейін тапты. Сенбі кешінде есігімді қағып тұрды. Мен жүктілік туралы кітап оқып отырғанмын. Мекенжайды қалай таптыңыз? Деп сұрадым есікті ашып. Клиниканың тіркеу арқылы, деді ол. Кешіріңіз, алайда қатты уайымдадым. Ол азық-түлік салынған пакет пен сорпасы бар термос әкеліпті. Бұлай істеуге міндетті емессіз, дедім мен. Білемін, деді ол жымиып. Бірақ қалаймын. Біз үнсіз отырып кешкі ас іштік. Кейін ол ыдысты жуды. Ал мен оның кішкентай ас үйімде сенімді, байсалды қимылдағанын бақылап отырдым. Дамир, дедім мен, егер бала сізден болмаса ше? Ал егер менен болса ше? Деді ол қарсы сұрақпен. Онда бәрі қиындап кетпей ме? Бәрі қазірдің өзінде қиын. Бірақ бұл үміт жоқ деген сөз емес. 4-ші айда Жандос келді. Қасында адвокаты бар. ДНК тестін талап етті. Сотпен қорқытты. Өзгенің баласын менің ақшама бақпайсың деп айқайлады. Мен есік алдында дөңгеленген ішімді жауып тұрып, 8 жыл бірге өмір сүрген адамымның жат, ашулы біреуге айналғанын көрдім. Не істеп жатқаныңды түсінесің бе деп айқайлады ол. Отбасыңды бір кездейсоқ еркек үшін құртып жатырсың. Отбасын сен қираттың, дедім жай ғана. Адвокат оны жеңінен тартып кету керек екенін ымдады. Бірақ Жандос тағы да тырысты. Гүлназ, есіңді жи, маған бәрібір, баланың әкесі кім? Қайтып кел, бәрін қайта бастаймыз. Кеш, дедім мен есікті жаптым. Дамир 1 қабат төменде тұр екен. Ұзақ тұрдың ба? Қажет болса, араласардай уақыт тұрдым, деді ол. Қажет болмады. Ол мені құшағына алды. Бәрі жақсы. Мен басымды иығына қойып сыбырладым. Я, ақыры жақсы болды. Қызымыз мамырда туды. Терезе сыртында сирен гүлдеп тұрған шақ. Дамир толғақ кезінде қолымды ұстап тұрды. Дәрігер көрсеткенде Жансаяны алғаш қолына алғанда сол болды. Сұлу, деді ол қызыл тартылған кішкентай жүзіне қарап. Нағыз сұлу Жансая.
Атын біз босануға бір апта қалғанда таңдадық. Саябақта отырып, түрлі нұсқаларды талқыладық. Дамир классикалық есімдер ұсынды. Мен заманауи, ал сосын ол жай ғана Жансая қалай деді. Сол сәтте мен түсіндім, дәл солай Жансая. Жандос 3-ші күн келді. Үлкен гүл шоғымен сәбиге арналған киімдер салған қораппен. Палата есігінде тұрып, қолымдағы баланы үнсіз ұзақ қарады. Көрсем бола ма деді ақыры. Мен басымды изедім. Ол көрпенің шетін абайлап көтеріп, қызымыздың жүзін ұзақ қарады. Кімге ұқсайды деді сыбырлап. Өзіне деп жауап бердім. Бұл шындық еді. Жансая алғашқы күндерден ақ ерекше, ешкімге ұқсамайтын, не маған да, не Дамирге де, не Жандосқа да. Тек Жансая. Тест жасайық деді Жандос. Неге? Білу үшін мен басымды шайқадым. Жандос, қандай айырмашылығы бар? Сен оны таңдадың. Онымен бірге өмір сүр де бақытты бол. Ол тағы аз тұрды да маңдайымнан сүйіп кетіп қалды. Біз содан кейін қайта кездеспедік. Дамир бізді перзентханадан өзінің ескі көлігімен алып шықты. Үйге келгенімізде бөлмеде сәби кереуеті мен жөргек үстелі дайын тұр екен. Қашан үлгердіңіз деп таң қалдым. Сіз босанып жатқанда деп жымиып қойды ол. Менде кілт бар ғой. Оған кілтті қашан бергенімді есіме түсіре алмадым. Бірақ ол маңызды емес еді. Маңыздысы оның қасымда болуы. Жансаяның оның қолында тыныш ұйықтап жатқаны. Біз үшеуміздің диванда отырып, терезеден кешкі шамдардың жанғанын тамашалауымыз. Араға жарты жыл салып, Дамир біздің ауданда шағын жеке клиника ашты. Кішкентай, бірақ заманауи. Көп жұмыс істеді, бірақ бізге уақыт табуды ұмытпады. Мен интернет дүкен аштым. Сұлулық салоны емес, дәл косметикаға арналған жеткізілім қызметімен. Жансая ұйықтап жатқанда үйден жұмыс істеп, ісім біртіндеп жүре бастады. Жандоспен бизнесті бөлу құжаттарын адвокаттар арқылы рәсімдедім. Бетпе-бет кездеспедік. Ол кедергі келтірмеді. Біз отбасы ойнамадық. Дамир жақын маңнан пәтер жалдап, күнде келіп, Жансаяға көмектесетін. Бірақ ресми түрде біз жұп болмадық. Тек бір-біріне және балаға қамқорлық жасайтын екі ересек адам едік. Бұл саған оғаш емес пе, дедім бір кеште. Арба сүйреп науа бойымен келе жатып. Несі оғаш, деді ол. Жансаяның әкесі кім екенін нақты білмейміз, бірақ бірге тәрбиелеп жатырмыз. Дамир арбадағы ұйықтап жатқан қызына қарап тұрып, саған оны білу маңызды ма деді. Мен ойландым, жоқ, маңызды емес еді. Жансая біздің қызымыз болатын. Білесің бе, мен не түсіндім, деді Дамир. Әрі қарай жүріп, нағыз отбасы қанмен өлшенбейді. Ол таңдау. Әр күн сайын жаныңда болуды таңдау. Қазір Жансаяға 1 жас 3 ай. Жүріп кетті. Ана, әке деп сөйлейді. Дамирді дәл солай әке деп атайды. Қоңыр көздері одан, күлкісі менен, ал мінезі мүлде бөлек. Кеше біз саябақта орындықта отырдық. Жансая құмсалғышта балалармен ойнап жатты. Дамир медициналық журнал оқыды. Мен клиенттердің қатарына жауап беріп отырдым. Қарапайым жазғы кеш, қарапайым отбасы. Сол сәтте ойға баттым. Егер Жандостың опасыздығы, сол клубтағы үмітсіз түн, барлық ауыртпалық пен қателіктер болмағанда,
мен шын мәнінде қалай болатынын ешқашан білмес едім. Шын мәнінде бұл адам сені міндет болғаны үшін емес, қалағаны үшін таңдайтын кез. Күн сайын жаңадан